Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге бақшамызда суық түскеннен пісіп жетілмеген жасыл помидорларымызды қажетімізге жарататын боламыз. Ол үшін бізге жасыл помидорымыз, сәбіз, пияз, сарымсақ, болгар бұрыштары керек болады. Жасыл помидорымызды, пиязымызды осылай видеода көрсетілген сияқты турап аламыз бәрін. Сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Болгар перісін де ұзыншалап турап аламыз. Болгар перісінің негізі қызыл түстерін алған дұрыс. Салатымыз әдемі болып шығады. Міне біз бәрін турап алдық. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Салатымызды отқа қойып, 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант, 1 стакан сұйық май құямыз. Менің рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Міне біздің салатымыз қайнап, жасыл помидорымыздың әдемі согы шықты. Енді үстіне сарымсағымызды майдалап турап салатын боламыз. Қалауыңызға қарай ашты бұрыш салсаңыздар болады. Мен 3 дана ашты бұрыш салдым. Сосын жақсылап араластырып, 15-20 минут қайнатамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Салатымызды ыстықтай банкілерге
құйып жабатын боламыз. Мен алдын ала банкілерімді ас содасымен жуып, парлап дайындап қойғамын. Өте әдемі, дәмді салат шықты. Ас болсын, қыста рахатыңызға жеңіз. Назарларыңызға рахмет.